Ата заңымыз Конституция бойынша мемлекеттің негізі халық. Сондықтан біз өз талаптарымызды айтуға құқығымыз бар. Біздің жағдайымызды ойлаған Назарбаев болса, онда біз бұндай халде болмаушы едік. Намыс туын мықтап ұстап, ешбір жанға қолын жаймай, тәуелсіздік орнату үшін үлкен үлес қосқан ана. Жалғыз Астана емес, бүкіл Қазақстаннан, аналардан хаттар келеді. Осындай зейнет жасын көтерініші, айтынышы деп әлеуметтік желіде де талай жазғанмын. Бірақ міне кеше емес 28-27-сінен бері Мая ханым маған WhatsApp әлеуметтік желісіне телефонға хабарласып, міне біз арнайы заңды түрде митингке рұқсат алдық, келініші, көрсетініші, айтайықшы дегеннен кейін мен де өз пікірімді білдіруге келдім. Мына бір статистикаға қарасақ, өзіміздің көрші елдер, біз бір нәрсе болса болды, өзге елдермен салыстырғанды жақсы көреміз. Бірақ сол Ресей болсын, Украина болсын, Белоруссия болсын, аналарымыз 55 жастан бастап пенсияға шығады. Мына Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан елдері 57-58 жастан бастап шығады. Тағы да бір қорқынышты статистика, біздің орташа жасымызбен зейнетке шығу жасымызды есептейтін болсақ, Қазақстан халқы пенсияның тек қана 8 жылын ғана көреді екен. Бейнетінен зейнетіне жете алмай, қайтыс болып кететін адамдарымыз өте көп. Енді қараңыздар, 8 жыл өте аз. Әлемдік деңгейде Сингапур пенсияның шығу жасы мен орташа жасынан 22 жыл олар пенсияның қызығын көреді. Сингапур мемлекеті мысалға. Ал тура сол сияқты жарайды, Сингапур, Жапония бола алмасақ та, Корея болмасақ та, өзіміздің көрші елдерді қарайтын болсақ, Өзбекстан мемлекеті 15-14 жыл сол пенсияның қызығын көреді. Белоруссия мемлекеті 12 жыл пенсияның қызығын көреді. Бұл тек әйелдер, ал ер адамдардың статистикасы бұдан да қорқынышты. Үкіметті басқарып отырған Әлихан Асханұлы және де Тамара Босымбек қызы осы реформаларды қайта қарауды талап етеміз. Қазақстан бойынша әйелдер 58-де шықсын, еркектер 60-та шықсын. 61-63-ті қайдан шығарындар? Зейнетке біз шыға алмай қор болдық. 58 жасқа біздер зар болдық.